Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Информатика сабағына қош келдіңдер. Біздің бүгінгі бөліміміз тапсырмаларды электрондық кестенің көмегімен шешу. Тақырыбымыз шартты форматтау. Сабағымыздың мақсаты электрондық кестеде шартты форматтауды қолдану. Бүгін біз электрондық кестеде шартты форматтауды қолдануды үйренеміз, оқушылар. Сабағымызды бастамас бұрын өткен сабақты еске түсірейік. Өткен сабағымыз деректер форматы болатын. Деректер форматы дегеніміз не? Деректер форматы қанша типке бөлінеді? Және де общий деректер форматы числовой, денежный, время, процентный, дробный, все форматы деген деректер форматы не істейді екен? Соны еске түсірейік, оқушылар. Еске түсірейік, оқушылар. Еске түсіріп болсақ, тексеріп көрейікші ғана. Мәтін, деректер форматы мәтін болуы мүмкін. Мәтін бұл ұяшықтардағы символдар, сөздер мен жолдар жиынтығын қамтитын деректер типі. Мысалы, мәтін кестенің тақырыбын енгізу үшін қолданылады. Және де сан деректер форматы болуы мүмкін. Сан дегеніміз бұл ұяшықтардағы бүтін немесе нақты типті қамтуға арналған деректер форматы, деректер типі. Формула. Формулалар бұл типтегі ұяшықтарға есептеулер жүргізеді, қасиеті мен мәнін тексереді, ұяшықтар арасындағы байланысты адрестік сілтеме көмегімен құру үшін қолданылады екен. Оқушылар, жарайсыңдар. Енді общий деректер форматы не істейді екен? Ағымдағы формат болып табылады екен общий. Числовой деректер форматшы, бүтін немесе нақты сандарды көрсету форматы екен. Денежный деректер форматы сандарды ақша бірлігінде көрсету форматы екен. Время деректер форматы санды күні, уақыт бірліктерінде көрсету форматы екен. Процентный деректер форматы нақты сандарды пайыз түрінде көрсету форматы екен. Дробный деректер форматы нақты сандардың бөлшек түрінде берілу форматы екен. Ал енді все форматы деген деректер форматында не екен? Ол қандай қызмет атқарады екен? Осы нұсқаның көмегімен сандардың берілу типін түрлендіріп жазуға болады екен. Все форматы деген деректер форматында. Енді біздің бүгінгі сабағымыз шартты форматтау. Бұл жерде біз не үйренеміз шартты форматтау тақырыбында? Электрондық кестеде шартты форматтауды қолдана білуді үйренеді екенбіз. Шартты форматтау бұл электрондық кестедегі тиімді форматтау құралдарының бірі екен. Ол ұяшықтарды құрамына қарай автоматты және таңдамалы түрде форматтауды жүргізеді екен. Шартты форматтауды үйрену үшін сандарды үлкен, кіші, тең таңбаларын қолдану арқылы мәндерді салыстырудан бастайық. Бірге орындап көрейік деген мына жерде бір мысал бар. Бірінші түсіндіріп өтейін, одан кейін осы мысалды Excel электрондық кестесінде көрсетіп беремін, оқушылар. Бұл жерде не дейді? Түрлі ұяшықтағы мәндерді салыстырып, деректерді талдау жиі кездеседі. Бұл жағдайда ұяшықтарды белгілі бір анықталған өлшемдерді қанағаттандыратындай етіп ерекшелеп, бөліп алған ыңғайлы. 3-24 сурет. Көріп отырсыздар ғой 3-24 суретті. Мінекей 3-24 сурет. Бағалы қағаздар бойынша ай сайынғы кіріс мәндері берілген. Жұмыс құжаты көрсетілген екен. Міне ай, бір жылдық ай, одан кейін кіріс мәндері тұр, көріп отырсыздар процент бойынша. Енді ол үшін не істейміз? B4, B15 деп тұр мынау. B4, B15 деген ұяшық диапазоны. Ұяшықтардың шартты форматтауда кірістің дейді 2,8-ден кіші. 2,8-ден кіші орташа мәндерін ашық қызыл түспен, ал мәтін қызыл түспен ерекшеленетіндей етіп берейік. Оны қалай орындаймыз? Бұл әрекеттерді орындау үшін B4, B15, міне
Мына жерде Excel'де A, B деп тұр, көріп отырсыздар. B4 деген мына төртінші жолда B бағаны B4 деп саналады. B4-тен B15-ке шейін деген сөз. Ұяшықтар диапазонын ерекшелеп аламыз дейді. Шартты форматтауды қолдану үшін главный деген мынау тұр. Меню осының ішінен алады екенбіз. Условный форматирование мынау тұр міне. Главное меню тақтасындағы шартты форматтау батырмасы мынау тұр міне. Условное форматирование деген. Басыңдар дейді. Ұяшықтарды ерекшелеп, мынау ұяшықтарды жаңағы диапазонды ерекшелеп аламыз бірінші. Жылжымалы менюден кіші. Міне жылжымалы меню мынау. Мынау условный форматирование басылғаннан кейін осы терезе шығады. Осыны басамыз, сол кезде мына сұхбат терезесі шығады. Осы жерде менше деген таңдаймыз команданы. 325 сурет, міне көріп отырсыздар осы суретті. Шартты форматтауды қолдану нәтижесінде не болады екен? Кіші менше құрылымынан шартты форматтау сұхбат терезесі ашылады. Мінекей көріп отырсыз, міне сұхбат терезесі менше ашылып, ұяшықтарды форматировать ячейки тізбегі шығады дейді. Содан кейін кіші менше құрылымына форматталатын ұяшыққа салыстырылатын мәнді енгіземіз. Күн немесе ұяшықтың адресі дейді. Мына жерге міне. Онда 2.8 санын көрсетеміз. Ашылған тізімнің оң жақтағы бөлігінен форматталу тәсілін ұяшықтарды және мәтінді бояу. Светло мынау тұр ол. Ұяшықтар және мәтінді бояу. Светло-красная заливка и темно-красный. Осы таңдаймыз осы команданы. 326 сурет міне общий көрсетіп тұр барлығын. Мәтін қоңыр қызыл түспен, ал ұяшықтар ақшыл қызыл түспен боялатындығы көрсетілген дейді. Енді осы тапсырманы электронды кестеде орындап көрсетейін оқушылар. Excel'ді қосамыз бірінші. Мына Excel. Мінекей, пустая книга дегенді ашамыз. Ашылды ғой, көріп отырсыздар. Үлкейтіп алайық. Ctrl-A пернесін бірге басып, барлық листті белгілейміз. Шрифт үлкейтіп алдық, өзімізге ыңғайлы қылып. Енді шрифтті өзгертеміз. Times New Romanға. Ал енді жазайық. Бұл жерде мінекей көріп отырсыздар. Бірінші жолға мәліметтерді салыстыру негізінде шартты форматтау сөзін жазу керек, сөйлемді. Одан кейін айы кірісті жазуымыз керек. Қазақшаға өтіп алайық. Мәліметтерді салыстыру негізінде форматтау. Мінекей сөзін жаздық, сөйлемді. Енді үшінші жолдан бастап айы деген сөз жазылады. Айы қасына B3 ұяшығына кіріс жазылады. Кіріс сөзі. Кіріс. Енді орысшаға өтемізде процент жазамыз. Бәрекелді. Мынау асып кетіп отыр, сондықтан бұлай бүйтіп созып қоямыз. Айы. Енді айды қаңтар, ақпан, наурыз демей орысша жазсақ, автотолтырумен тез толтыруға болады оқушылар. Ол үшін қаңтардың орнына январь деп жазайық. Енді ары қарай аяттарын жазбайық. Автомат түрде мына мышка X стрелкасы болған кезде былай тартсақ, мына көріп отырсыздар, шығып жатыр. Мінекей, декабрь 7 шықты, көрдіңіздер, иә? Енді қасына
кіріс проценттерін жазып шығамыз. Бәрекелді оқушылар, жазылды. Енді мына жерге кестесін сызайық. Кестесін сызу үшін бірінші белгілеп аламыз да, міне шрифт деген жерде міне бөлік тұр кестенің границы. Все границы басамыз. Міне кесте сызылды. Енді бірінші не істеген? Жаңағы условный форматированияны орындайтын кезде шартты форматтауды бірінші ұяшықты белгілеп ал деген. B4 ұяшығынан B15-ке шейін белгілеп алдық. Одан кейін шартты форматтауды бас деген. Бастық. Правила выделения ячеекті бас деген. Мана келдік оған. Одан кейін меньше деген тұр. Меньше дегенді басамыз. 2,8 жазылып тұр. Окейді басамыз. Мына светло-красная заливка, темно-красный цвет дейді. Көріп отырсыздар ғой. Бізге мына именно светло-красная заливка и темно-красный текст дегенді белгілеп алыңдар деген. Окей. Мінекей, балалар белгіледі. Көріп отырсыздар ғой. Белгіледі. Тапсырма осылай орындалады екен, мына тапсырма. Енді ары қарай. Тапсырма дейді. Жаңа сабақты өтіп түсіндірдік. Енді тапсырма. Талдау және жинақтау деңгейі дейді. 5-ке оқитын оқушылар тізімі ақшыл қызыл түске, 4-ке оқитындар саны сары түске, 3-ке оқитындар жасыл түске, ал үлгермеушілер қызыл түске боялған дейді. Көріп отырсыздар міне, боялған. Бұл әрекеттер қалай орындалатынын түсіндіріңдер. Және жазу керек. Енді мен сендерге бұл тапсырманы, қазір екінші тапсырма бар. Бағалау деңгейінің тапсырмасы. Өзің тұрған өңірдегі ауа температурасының өзгеруін шартты форматтау арқылы ерекшелеңдер дейді. Үлгі ретінде 3-32 сурет, мұны көріп отырсыздар. Бұл суретте шартты форматтау арқылы температура деректерінің үлгісі берілген. Мұнда жоғары, орта және төменгі мәндерге түсті шкаламен осыны еске сақтайық, белгілеу әдісі қолданылған. Енді бірінші мына тапсырманы көрсетем. Осы тапсырманы көрсетейін қазір Excel электрондық кестесінде. Так, мына жаңа көрсетілген тапсырма. Енді мына плюсті басып келесі лист ашамыз. Ctrl-A үлкейтіп алайық. Бізге ыңғайлы болып кішкене көріну үшін. Жаңағы тапсырма 5-ке оқитын, 4-ке оқитын, 3-ке оқитын оқушылар тізімі етін. Ал енді А бағанына мына екеуін белгілеп аламыз да өшіріп ортасын кестесін біріктіріп. Ол жерге аты деген сөз жазылады. Бірінші қазақша өтіп алайық. Аты. Енді үстіне қасына мына жерге бірінші 90, екінші 90, үшінші 90, төртінші 90. Үстіңгі ячейкаларды, ұяшықтарды белгілеп аламыз. Бұны біріктіреміз. Сөйтемізде ол жерге 90 деп жазамыз. 90. Аты деген жерге Әли. Өзімізге, жаңа мен тапсырма бойынша жасап жатырмын. Әділ. Аида. Айдар. Және Медет дей салайық. Енді мына аты жөнді сәл былайынан үлкейтіп аламыз. Енді кесте сызу керек. Мына жерде енді кесте сызылмағаннан кейін біртүрлі болып тұр. Кестені сызып алайық мұны. Мына кесте сызылды оқушылар, көріп отырсыздар. Енді мынау бірінші 90, екінші, үшінші, төртінші 90-ға
баға қоймай тұрып бірінші белгілеп алып шартты форматтауды қолдануға болады. Сіздер егер баға қоймай тұрып шартты форматтауды қолдансаңыздар, бағаны жазған кезде автомат түрде ұяшықтың цветі өзгеріп отырады. Белгілеп алдық. Белгілеп алдық. Мына шартты форматтауды бастық. Правила выделения ячеек. Осы жерде 5-ке оқитындар оқушылар тізімі ақшыл қызыл болу керек дейді. Ол үшін больше дегенді аламыз. Сөйтемізді 4-ті қоямыз. 4-тен үлкен. Мана светло-красная заливка и темно-красный текст дейді. Окей. Ары қарай белгіленіп тұра берсін. Қайтадан белгілесек те болады. Сосын шартты форматтау. Мана правила выделения ячеек. Енді 4. 4. Между дегенді алайық. Между 5 и 3. Бұл жерде 4 не дейді? Сары түс дейді 4-ке оқитындар. Так, сары мына жерде. Так, пользовательский алайық. Заливканы алайық. Сары түс. Мінекей. Окей. Окей. Енді ары қарай 4 кетті. 3. Равноны ала салайық. Равно 3-ке болса, 3 қандай цвет болу керек? Жасыл дейді. Пользовательский аламыз. Жасыл. Мына жасылды алайықшы. Окей. Окей. 3 кетті. Енді үлгермеушілердің түсі қызыл дейді. Шартты форматтау. Меншені алайық. Менше 3-тен менше болса қызыл дейді. Красный. Міне. Окей. Ал енді оқушылар. Так, Али 1-ші тоқсанда 3 алыпты. Жасыл түске боянды көріп отырсыздар. Одан кейін 2-ші тоқсан 4 сары түске боялды көріп отырсыздар. Қайтадан 3 жасыл 2 дейді. Қызыл болып қалды. Көрдіңіздер ғой. Әділ 4-5 4-4 дейді. 4-5 4-4. Аида 5-5 4-4. Так. 5-5 4-4. Айдар 3-4 4-3. Медет 5-4 5-4 дейді. Мына жерде 5-ке қояйық. 5-ке. Больше 4-тен. Мінекей. Көрдіңіздер ғой? 3-тікі бөлек, 4-тікі бөлек, 2-нікі бөлек, 5-тікі бөлек. Мұны шартты форматта осылай орындалады маған. Енді оқушылар, мына тапсырманы орындап көрсеттім. Енді келесі тапсырма. Бағалау деңгейін тапсырмасы. Бұл жерде жаңағы үлгі ретінде 3-те 2 мына суретті алып отырмыз. Бұл суретте шартты форматтау арқылы температура деректерінің үлгісі берілген. Көріп отырсыздар. Мұнда жоғары, орта, төменгі мәндерге түсті шкаламен дейді. Байқап отырсыздар ғой. Белгілеу әдісі қолданылған дейді. Бұнда көрсетіп берейін, не оқушылар? Қайтадан Excel-ді ашамыз. Келесі лист аша салайық. Бірінші жолға жаңағыдай үлкейтіп алайық. Барлығымызға бірдей көріну үшін. Және де қаріпті өзгертеміз. Бірінші жолға мен дәл тапсырмадағыдай орындай берем. Алматы қаласындағы температура дейді. Жазылды. Екінші жолға, мұны көріп отырсыздар ғой, екінші жол
және А бағаны. Екінші жолға температура дейміз. Одан кейін ай жазылады. Наурыз, сәуір, мамыр дейді. Мамыр. Мына жерде температура симай қалды, оны былай созасыздар. Наурызды сәл созып қойайық. Сәуір, мамыр соза салайық. Енді астына температураның астына жоғары, орташа, төмен жазылды. Енді осыны кесте қылып сызамыз. Мінекей сызылды. Жаңағыдай мәнді енгізбей тұрып белгілесек болады. Сол кезде санды енгізгенде өзі цвет өзгеріп тұрады. Шартты форматтауға барамыз. Енді бұл жерде шартты форматтауда не деген бұл жерде? Түсті шкаламен белгілеген деп тұр. Түсті шкала белгілеу әдісі қолданылған дейді. Ол түсті шкала мына цветовые шкалы. Осыған келесіздер, условно форматированиеден кейін мына осыған келесіздерді другие правила дегенді басасыздар. Осы жерден двухцветная деп тұр. Бізге трехцветная керек. Трехцветная. Минимальный значениеміз цвет қандай болсын? Так, қызылғамыз ба? Средний сары қылайық. Мынаны жасыл қылайық, окей дейсіздер. Енді жазайық. Наурыз айында 15. Көрдіңіздер. Сәуірде 20. Мамырда 25. Көрдіңіздер ма? Өзгеріп жатыр. Бізде условно форматында кіші қызылғамыз, ортаны сарығамыз, үлкенді жасылғамыз, естеріңізде болса. Енді орташада так 8, 7, көрдіңіздер, өзгеріп жатыр. 20. Одан кейін мына екеуі, мынау ең кішісі қызыл болған етін, сәл одан жоғары сәл ақшыл қызылда байқап отырсаңыздар. Төмен деген жерге 4, 5, 10 дейік. Мінекей, көрдіңіздер ғой, Енді мына тапсырма түсінікті ғой, оқушылар. Осылай мұны өзгертуге болады екен. Бұл жерде белгілеп алып, жаңағы шартты форматтаудың түрі көп. Гистограмма бар, цветовой шкалы бар. Значоктармен қоюға болады мұны. Байқап отырсыздар ғой, мұны көрініп жатыр ғой сіздерге. Мұны знактармен қоюға болады, әртүрлі көп мінекей. Ал енді екі тапсырма түсінікті. Оқушылар, сіздер енді былай істеңіздер. Мына осы тапсырма талдау және жинақтау деңгейінің тапсырмасы. Сіздер енді мына жерде оқушының атын өзгертіп жазасыздар ма? Осыны жасап, маған суретін түсіріп жіберіңіздер, WhatsApp арқылы. Және мына тапсырманы, бұл жерде Алматы емес, мысалы, Жуалы, Бурный, Бауыржан Момышұлы деп қойып, мысалы, өздерің өзгертіп, стандарт жазуларыңызға болады. Мен көрсеттім. Осы екі тапсырманы орындап, түсіріп, маған WhatsApp арқылы жібересіздер, оқушылар. Енді рефлексияға келейік, кері байланысқа. Бүгінгі сабақ сендерге ұнады ма? Қандай әсер алдыңдар? Өз әсерлеріңді мына смайликтермен білдіріңдер дейді. WhatsApp арқылы осындай смайликтерді маған жіберуге болады. Түсіндік, түсінбедік, мүлдем түсінбедім деген сияқты мен сіздермен кері байланыс аламын. Сабақ аяқталды, оқушылар. Сау болыңдар, келесі сабаққа дейін.